Қайырлы күн достар. Біз алдыңғы сабақта миссия адамның жеке тұлғалық моделі жайында айтқан болатынбыз. Енді бүгін сол алдыңғы сабақта адамның жеке тұлғалық моделіне ең бірінші әсер ететін ол өзінің тағдыры, онан кейін ортасы дедім, одан кейін мінез-құлқы. Мінез-құлқы, мысалы мен бұрын ойлайтынмын, үлкен кісілердің бәрі айтқаны заң деп. Енді қазір ойымды өзгерттім. Мінез-құлқы жақсы үлкен адам болатын болса, оның айтқанын тыңдауға болады деген сияқты. Мінез-құлықтан кейін жәнегі адамның тұлғалық моделіне оның құндылығы жақсы әсер етеді екен. Құндылық деген өте маңызды. Құндылық дегеніміз, мысалы, сіз не істеп жүрсіз осы күнге дейін? Жұмысқа барасыз, не үшін барып жүрсіз? Не үшін деген сұрақ қойған өте маңызды. Тіпті сіз жаңа мал бақсаңыз да не үшін? Бұл тұлғалық дегеніңіз және ұлттық деңгейде болу керек осы ойыңыз. Не үшін жұмысқа барып жүрсіз деп өзіңізге сұрақ қоятын болсаңыз, өзіңіздің тұлғалық моделіңізді табатын боласыз. Және мен байқағаным 80% адамдар өзінің мақсатын білмейді, қайда бара жатқанын білмейді, не істеп жүргенін білмейді, әйтеуір ақша табу. Ақша табу жайында болатын болса, сіздің құндылығыңыз, онда сіздің көп ұзамай желіңіз шығып қалады. Сондықтан да ол сіздің құндылығыңыз бір ерекше болу керек. Кешеден айттым, орта сіздің тұлға болып қалыптасуыңызға орта әсер етеді, одан кейін мінез әсер етеді. Ортаға жәнегі талантыңыз әсер етеді екен, одан кейін сенім пайда болады, сенімнен кейін сіздің құндылығыңыз пайда болады, құндылығыңыздан мақсат шығады екен. Мақсат пайда болғаннан кейін сіздің тұлғалық қалыптасуыңыз пайда болады. Тұлғалық қалыптасу дегеніңіз мен кіммін деген сұраққа жауап беру. Мен кіммін деп сұраққа жауап беруді алдынан бері айтып жүрмін. Біз адамбыз дейміз, біз анамыз дейміз, соның ішінде біз жәнегі Алланың жаратқан құлы болғанда біз рухпыз екенбіз. Рухпыз деген кезде бір өмір сүруге деген оңай, жеңілдік пайда болады. Өзіңіздің мақсатыңыз жәнегі ұлттық деңгейде болсын. Миссия дегенде бір 2 жылдың арманы ғана емес, немесе 20 жылдың арманы емес, ол өмірлік миссия болу керек. Мысалы, менің миссиям жәнегі мен балаларды оқытамын ғой, сонда байқағаным, өзім көп балалы ана болғаннан кейін аналардың жәнегі баланы қалай тәрбиелеу керек, оны жаңағы аналарда да жауаптың бәрі аналарда, бірақ балаларын тықпыштап осындай маған әкелгенде осы үйрет, мысалы, әдемі жазуға, жылдам оқуға үйрет деп әкеледі. Бірақ оны бала қаламай тұрады. Бала келген кезде де өзінің көңіл күйі түсіп келеді. Баламен сөйлесетін болсаң, және отбасындағы жағдай баладан сезіліп тұрады. Анасымен сөйлессең, анасы мойындамайды. Менің бір байқағаным, адамдар көп неврозбен ауырады. Жәнегі балаларында сол невроз тәрбиелейтінін байқадым. Сондықтан біз ең бірінші өзіңді тәрбиеле, айландыр келгенде өзіңді тәрбиелеу керектігін, және де сіз өзіңізге инвестиция жасап, өзіңізді тәрбиелеп алдыға жылжытсаңыз, содан барып бала тәрбиеленетін. Өзіңіз қойшы деп қабағыңды түйіп отырып, не болмаса үйде ұрсыз, анау жанжал болатын болса, ол бала міндетті түрде невроз болады. Мен өзім соны байқадым. Көп балалар сондай екен. Содан жәнегі мен көп ата-аналарға және балаларын тегін оқуға, 1 ай болсын, 1 жұма болсын тегін оқытып, баланың қабілетін анықтауға тегін сабақтар жүргіздім қаншама. Сонда мен байқаған түгел жауаптың бәрі ол анада. Ана қалай ойлайды, бала да сондай болады. Ана өзінің мінез-құлқын өзгертіп, ойын өзгертетін болса, балада жәнегі өзгеретінін байқадым. Бәр нәрсе анаға байланысты екен. Жәнегі сіздің миссияңыз 24 сағат жәнегі соны ойлаған кезде сізде бір ерекше сезім болу керек, сол миссияға жету барысында. Одан қажырлы еңбек пен өзіндік тәртібі болу керек екен. Өйткені орта жолға келгенде сынып қалмас үшін. Егер де менің ақпаратым сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.
адамның жеке тұлғалық моделі, әртүрлі қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Рахмет.